Жер бетіндегі кез келген адам өз елінің ең дамыған, ең ауқатты көшбасшы мемлекеттер қатарынан көрінгенін қалайтыны сөзсіз. Дегенмен әрбір азамат өз елінің мұндай жетістіктермен мақтана алмайды. Мемлекеттің жемісті дамуы 3 компоненттен құралады. Олар әлеуметтік, экономикалық және экологиялық компоненттер. Соңғы 20 жылда қарқыны дамып келе жатқан жасыл экономика осы 3 құрамдас бөліктің өзара үйлесімде болуын мақсат тұтады. Соңғы кезде біздің әлемімізде экономикалық даму көрсеткіштеріне баса назар аударылып, табиғат пен экологияға көңіл бөлінбей қалды. Баюды аңсаған елдер табиғатты аялау қажеттігін естен шығарып алып жатыр. Өмір деңгейін жақсартуға экономиканың қосқан үлесі мол болғанымен, оның теріс салдары көп уақыт күттірген жоқ. Табиғат қорларының таусылуы, ауыз су тапшылығы, азық түлік пен энергияның жетіспеушілігі, жер бетінің кейбір бөліктерінде жаппай көрініс алған кедейлік, жаһандық жылудың орын алуы, бұл табысты болу шараларының теріс салдарының бір бөлігі ғана. Теріс салдарының мол болуына орай экономиканың бүгінгі күнгі қолданыстағы моделі қоңыр экономика деп аталады. Біз бұл дәуірді тезірек артта қалдырып, болашақ туралы бүгіннен бастап ойлануға тиіспіз. Жасыл экономикаға өту үшін көптеген өзгерістерді жүргізу керек. Қазіргі уақытта әлем жасыл экономика бағытында өзінің алғашқы қадамдарын жасап жатыр. Мысалы, бүгінгі таңда қоршаған ортаны ластаған үшін кәсіпорындарға салынатын салық көлемі арттырылуда. Экологиялық таза өнімдер өндірісі ынталандырылып жатыр. Экологиялық қауіпсіз технологиялар жасалуда. Қоғамдық көлікті дамыту ісі, жаңартылатын энергия көздері мен энергия тиімді ғимараттар құрылысы қаржыландырылып отыр. Жасыл экономика тақырыбы бүгінде өте өзекті. Ол маңызды халықаралық форумдарды әңгіме өзегіне айналдырып отыр. Бұл мәселедегі белсенділік танытып отырған елдердің бірі Қазақстан. Еліміз көкейкесті экологиялық проблемаларды талқыға салған бірқатар халықаралық конференцияларды өткізген. Ал 2010 жылы жасыл көпір деп аталатын арнайы бағдарлама әзірлеп шыққан. Бағдарламаның көздеген мақсаттары өте ауқымды. Табиғатты қалпына келтіріп, зиянды заттардан тазарту үшін қандай орасан зор жұмыстың жүргізілуі керектігін елестете аласыңдар ма? Ал энергияның жаңа көздерін ашу үшін ғалымдар қаншама еңбектенуі тиіс. Мұның барлығы көптеген жылдарды қажет ететіні сөзсіз. Жұмыс халықаралық деңгейде бірлесіп атқарылу шарт. Әлем елдерінің бұл бағыттағы тәжірибесі мол. Өзге мемлекеттердің де аталған салада бөлісе алатыны көп. Ендеше күшімізді біріктіріп, міндетті неге бірге атқармасқа? Жасыл көпір бағдарламасы міне осыны көздейді. Қазақстан осы мәселені шешуде жасыл көпірге айналып отыр. Еліміз экологиялық проблемалардың шешілуіне бағытталатын инвестицияларда тартылуын мақсат тұтуда. Мұнай, су мен көмір тапшылығының орнын толтыру, су айдындарын тазартып, қауіп төндіретін атом электр станцияларынан бас тарту үшін біршама уақыт керек. Бірақ та бұл бейнет түбінде өз зейнетін берері анық. Қазақстан бұл мәселеде тек Еуропа мен Азияны байланыстыратын буын ретінде қалып қоймайды. Біздің бұл саладағы мәселелерді шешудегі әлеуетіміз орасан зор. Себебі Еуропаға қарағанда Қазақстан аумағында жер ресурстарының 90% химикат пен пестицидтермен ластанбаған. Біздің табиғи таза азық-түлік өнімдерін өсіру мүмкіндігіміз бар. Олар халықаралық нарықтарда үлкен сұранысқа ие болмақ. Жасыл көпір жобасының арқасында қазақстандық фермерлер табысы жақсы болатын өнім өндіріп, қосымша технологияларды игере алады. Бұған қоса Қазақстанда мектептер, балабақшалар, тұрғын үйлерді экологиялық материалдар мен технологиялар негізінде салуға болады. 2013 жылы президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасы әзірленген. Еліміз оның 3 кезеңінен өтуі керек. Біріншісі – табиғатты қорғау. Бұл міндетті іске асыруды әрқайсымыз өзімізден бастауға тиіспіз. Екіншісі – жаңартылатын энергия кезеңіне өту. Энергияны сақтайтын технологияларды ойлап табуға біздің де болашақта үлес қосатынымыз рас емес пе? Соңғысы – үшінші өнеркәсіптік төңкеріс. Зауыттар мен аулаларымызда роботтардың жұмыс істейтін күні алыс емес. Ғалымдар одан да қызықты құрал жабдықтарды ойлап табуы да мүмкін. Ол енді уақыт еншісіндегі мәселе.
Бүгінгі күнге дейін әлемде мұндай екі төңкеріс орын алған. Бәлкім дамудың дәл осы тұжырымдамасы арқылы ертең Қазақстан үшінші өнеркәсіптік революцияны жасаған ел ретінде әлемге танылатын да шығар.